Қайырлы күн оқушылар, бүгінгі біздің сабақтың тақырыбы Қазақстанның машина жасау кешені және де химия өнеркәсібі. Енді машина жасау кешенімен танысайық. Жалпы машина дегеніміз бұл экономикалық географияда да бұл туралы өттік. Кез келген адамның қолмен жасайтын жұмысын оның орнына жасап беретін, адамның жұмысын жеңілдететін құрылғылар. Ол автокөлік болуы да мүмкін, ол кез келген бір станок болуы мүмкін, аппарат болуы мүмкін. Маңызды емес. Оның барлығын біз машина деп атаймыз. Яғни машина деген тек қана автокөлік емес, бұны біз экономикалық географияда да айтқан болатынбыз. Енді Қазақстан аумағында машина жасау кешені қалай дамып жатыр? Алғашқы Қазақстандағы машина жасау кешенінің негізі Кеңес одағының кезінде қаланды, әсіресе Ұлы Отан соғыс жылдары. Ұлы Отан соғыс жылдарының кезінде мынау соғыс майданы болып жатқан аймақтардан КСР-ның батыс бөлігіндегі көптеген кәсіпорындар, завод, фабрикалар майданнан алыс жаққа қарай КСР-ның ішкі бөлігіне, оңтүстігіне, яғни Қазақстан жеріне көптеген завод, фабрикалар сол жылдары көшірілді және сол көшірілген кәсіпорындар соғыс біткеннен кейін де осы жақта жұмысын жалғастыра берді. Яғни әлі күнге дейін олар жұмыс жасап келе жатыр. Біздің машина жасау кешенінің негізі сол кезеңдерде қалыптасты. Енді келесі мәселе, машина жасау кешенін біз жаттаған кезде, яғни қай қалада қандай аппарат жасайтын завод бар, қандай автокөлік жасайтын завод бар деген секілді ақпараттар жаттаған кезде бір заңдылықты ескеруіміз керек. Машина жасау кешенінің кәсіпорындары сол ауданның маманданған саласымен тығыз байланысты. Мысалға, мұнай, газ өндіруге қатысты әртүрлі құрылғылар, насостар жасайтын завод, фабрикалар, олар бізде Батыс Қазақстанда орналасқан көбінесе. Немесе ауыл шаруашылығына қажетті комбайн, трактор шығаратын, басқа да құрылғылар шығаратын завод, фабрикалар, олар көбінесе солтүстік Қазақстанда орналасқан. Өйткені солтүстік Қазақстан сол негізгі маманданған саласы ауыл шаруашылығы. Немесе түсті металлургияға қатысты, шахталарға қатысты көптеген құрылғылар шығаратын заводтар, олар бізде шығыста орналасқан. Яғни кез келген машина жасау саласының кәсіпорны негізінен аймақтың мамандану саласына байланысты орналасқан. Егер осы заңдылықты түсінсеңіздер, онда сіздерге жаттау оңай болады. Енді бұл тақырыпта сіздердің басты жұмыстарыңыз ол жай ғана жаттау. Мына жерде мен кестелердің барлығын кітаптан алып беріп қойдым. Қай қалада Қазақстан аумағында қандай машина түрі жасалынады, қандай құрылғылар жасалынады деген секілді соның толық тізімі берілген. Соның барлығын жаттап шығасыздар. Тестте бұлардың әрқайсысы сұрақ болып келеді. Машина жасауға қатысты басқа ешқандай гениальный ештеңе жоқ. Тек қана жаттайтын сұрақ, тек қана білуді қажет етеді, болды. Енді келесі екінші саласы бұл Қазақстанның химия өнеркәсібі. Химия өнеркәсібі бұл бүкіл өнеркәсіп салаларының ішіндегі ең универсал сала деп айтуға да болады. Өйткені бұлардың өнімдері нақты бір бағытты ғана қамтымайды. Химия өнеркәсібі әртүрлі салаға қажетті заттарды жасаумен айналысады. Өте универсал сала болғандықтан химия өнеркәсібінің 5 түрлі бағыты бар. Біріншісі міне тау-кен химиясы. Бұл бізде жер қойнауынан кенсіз пайдалы қазбаларды өндірумен айналысады. Фосфориттер, ас тұзы, күкірт, әктас деген секілді. Мынаның барлығы кенсіз пайдалы қазбалар, бейметалдар. Екіншісі негізгі химия. Негізгі химия ол қышқылдар мен сілтілер, минералды тыңайтқыштар, сондай заттарды өндірумен айналысады. Негізгі өнімдері сол. Органикалық синтез. Бұл бізде қышқылдар мен спирт өндірісі, яғни кез келген органикалық заттар. Төртінші, полимерлі материалдар химиясы. Бұл табиғатта таза күйінде кездеспейтін жасанды материал жасаумен айналысады. Мысалға, синтетикалық талшықтар, пластмасса, полиэтилен, поликарбонат деген секілді, резина деген секілді әртүрлі табиғатта жасанды жолмен алынатын заттарды жасайтын бағыты, төртінші бағыты. Және бесіншісі бұл өңдеуші жоғары технологиялық салалар, химия өнеркәсібінің әртүрлі басқа өнімдері. Медициналық заттар, препараттар, дәрі-дәрмек, немесе әртүрлі бояулар деген секілді. Өсімдіктерді әртүрлі зиянкес жәндіктерден қорғайтын дәрі-дәрмектер. Міне осының барлығы химия өнеркәсібінің 5-ші бағытына жатады. Өте ауқымды сала, тармақтары өте көп. Енді Қазақстан аумағында осы химия өнеркәсібінің өнімдерін қай өңірлерде жасап шығарады? Бұл да бізде жаттайтын ақпарат. Бірінші, тау-кен химиясы. Кенсіз пайдалы қазбалар. Калий тұзы, фосфорит, ас тұзы, күкірт қай жақта өндірілетіні мына жақта толық жаттайтын ақпараттар берілген. Осыны конспект қылып жазып жаттайсыздар. Бұл жерде басқа түсіндіретін ештеңе жоқ. Барлығы кенсіз пайдалы қазбалар, барлығы бейметалдар. Бірінші бағыт осы. Келесі, негізгі химия. Бұл бізде тыңайтқыш өндірумен айналысады, көбінесе Қазақстан аумағында.
Неге тыңайтқыш көп өндіріледі Қазақстанда? Өйткені Қазақстан аграрлы мемлекет, ауыл шаруашылығы экономиканың көп бөлігін құрайды. Сәйкесінше ауыл шаруашылығында егістік алқаптарында топырақтың құнарлылығын арттыруға арналған тыңайтқыш өте көп мөлшерде керек. Одан бөлек химия өнеркәсібінің ең басты өнімі ол бізде күкірт қышқылы. Күкірт қышқылының қолданылмайтын жері жоқ деуге де болады. Ол почти барлық салаларда қолданылатын химия өнеркәсібінің ең басты заты, ең басты өнімі. Қазақстанда күкірт қышқылы 3 жерде өндіріледі. Біріншісі ауыр және түсті металл қорытатын орталықтар, Жезқазған, Балқаш, Өскемен, Риддер. Екінші уран өндіру орталықтары, Степногорск, және үшінші фосфор тыңайтқыштарын өндіретін орталықтар, Таразда өндіріледі. Тестте осы сұрақ өте көп келеді. Күкірт қышқылын өндіретін 3 негізгі осы аймақтар. Барлығын жатқа білуіміз керек. Ал тыңайтқыш өндіретін кәсіпорындардың ең ірісі ол бізде Ақтөбе және Тараз қалаларында жұмыс істейді. Жалпы осындай негізі химияның өнімдері. Келесі бізде полимерлі материалдар, яғни табиғатта таза күйінде кездеспейтін жасанды өнімдер. Резина, поликарбонат, синтетикалық талшық, әртүрлі заттар. Ең негізгі өндіретіндері міне. Қостанайда синтетикалық талшық өндіріледі, Теміртауда каучук, Ақтауда смола және пластмасса зауыты, Атырауда полиэтилен зауыты деген секілді. Жасанды өнімдер көбінесе мұнайдан, көмірден қалған қалдықтардан алынады. Сол үшін қай аймақта мұнай, көмір секілді заттар өндіріліп өңделетін болса, сол жерлерде осы синтетикалық заттардың немесе полиэтилен, пластмасса секілді заттардың зауыттары да соған жақын маңда болады. Өйткені олар содан алынады, мұнайдың, көмірдің қалдықтарынан. Және ең соңғысы бұл химия өнеркәсібінің ең соңғы саласы, оның ішіндегі Қазақстанда ең жақсы дамығаны бұл әрине фармацевтика өнеркәсібі, яғни дәрі-дәрмек. Қазақстан аумағында ірі фармацевтикалық комбинаттар бар. Мына жерде солардың аттары және қай қалаларда орналасқаны жазылған. Бұлардың әрқайсысы тестте келеді. Химфарм қай қалада, Рамат қай қалада, Нобель қай қалада. Мынаның барлығы ұбт-ның сұрақтары. Қай аймақта қандай фармацевтикалық кәсіпорын бар? Міне химия өнеркәсібі де, машина жасау кешені де негізінен жаттайтын ақпараттардан ғана тұрады. Қай қалада не өндірілетінін, қандай зауыт, қандай фабрика бар екенін білсеңіздер, ұбт-ның бүкіл сұрақтары соған байланысты келеді. Енді солардың барлығын жаттап біткеннен кейін практикалық бөлімге көшеміз. Мына сұрақтарға жауап береміз. Бірінші сұрақ 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Енді белгілеген жауаптарымызды дұрыс жауаптармен сәйкестендіріп, қанша балл жинағанымызды видеоның астына комментке жазып қалдырайық. Барлықтарыңызға көп рахмет. Келесі сабақта кездескенше.